Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен зәр шығару мүшелерін жалғастырамыз. Яғни соның ішінде бұл сіздердің көріп тұрғандарыңыз қуық. Біз алдыңғы сабақта бүйрек және несебағар туралы айтқан болатынбыз, иә. Ал бүгінгі сабақта біз қуық туралы және зәр шығару түтігі туралы айтамыз. Мынау сіздердің жалпы көріп тұрған зәр шығару мүшесі қуық. Қалың бұлшық етті қабат. Естеріңізде болсын, ұбт-да қалың бұлшық етті қабаттан түзіледі деп келеді. Оның жауабы қуық болады. Қазір не екенін жарты бөлігін көрсеткенде айтамыз, иә. Мынау сыртқы құрылысына бірінші тоқталып болайық. Так, мынау бізде сіздердің қазір көріп тұрғандарыңыз бұл зәр шығару түтігі. Зәр шығару түтігі қайда орналасады десеңіздер, ол бізде тікшек бар, иә, ас қорыту мүшелерде. Сол тікшектің алдыңғы жағында орналасатын мүше. Енді қуықтың өзі қайда орналасады? Қуық бізде кіші жамбас қуысында орналасады. Келесі бізде мынау алдыңғы сабақ айтқан зәр шығару түтігі, иә, немесе бүйректің түтігі, зәр шығару емес, бүйректің түтігі деп атайық. Несебағар. Міне, екі несебағар екі бүйректен тікелей қуыққа жалғанған. Осы несебағар арқылы қуыққа зәр келіп түсіп отырады. Енді ары қарай жалғастырайық. Келесі бізде мынау қуық, жартылай көрінісі. Неге бұлшық еті қалың деп атадық оны? Қараңыздар, мынау бұлшық еті өте қалың, кәдімгідей етті қабат екені көрініп тұр. Сондықтан да ұбт-да бұл дәл осылай сұралады. Бұлшық етті қабаты деп. Мынау ішіне көріп тұрғандарыңыз бұл сарғыш түсі зәрдің ішке қарай келуі. Ал мынау екі тесік, бұл бізде несебағардан келетін мүше, яғни жол, былайша айтқан кезде. Ал мынау міне, мына аралық зәр шығару түтігіне жалғанады. Енді ары қарай жалғастырайық. Егер зәрді былай істейтін болсақ, міне, мынау зәр ішке қарай толып отыр. Қуықтың сыйымдылығы, айта кетейік, 500 мл құрайды. Ол да сұралады. 500 мл-ға дейін жинақталады. Ішіне қанша сыйымдылығы қанша деп келеді. Бізде келесі бұл жүйкесі. Қуықтың жүйкесі, яғни қуық өзі тікелей қанмен байланыспаған, но бұл бізде сыртын өте көп капиллярлар қаптап жатады. Жүйкесін қазір мына жерде, міне жүйкесі, жаңа қан тамырлары ашылып кетті. Міне жүйкесі. Осы жүйкесі. Бұл жүйке жүйесі неге керек қуыққа? Я, қараңыздар, мен даже зәр шығару түтігіне де жалғанған жүйке жүйесі. Жүйке түйіндері, жүйкенің шеткі мүшелері, рецепторлар. Сіздер білесіздер, зәрдің түзілгеннен кейін оны өзі адамның миы басқарады. Мидың басқаруы. Соның ішінде бізде вегетативті жүйке жүйесі басқарады. Вегетативті жүйке жүйесі арқылы біздің миымызға сигнал келеді. Сол сигнал келген кезде адамда зәр шығару процесі басталады. Енді қуықтың өзінің ауруларына келейік. Мынау сіздер, міне қуықтың іші толған бейнесі. Осы толған кезде жаңағы нерв арқылы біздің миымызға сигналдар барады. Енді осы зәрдің тоқтамауына байланысты бірнеше ауру бар. Яғни кішкентай балдарда кездесетін энурезия деп аталатын ауру бар. Ол зәрдің тоқтамайтын ауруы деп сұралады ұбт-да. Және осы текстпен зәрдің кішкентай балдарда тоқтамауы. Яғни кішкентай балдарда қуыққа жинақталған зәр тікелей жинақталмай жатып, зәр шығару түтігі арқылы сыртқа шығып отырады. Яғни кішкентай балдар өздерінің түнде зәрге, яғни кіші дәретке шығып қоймауын білмей қалуы шығатынын, ол осы қуықтың қызметінің бұзылуынан пайда болады. Ал ересек адамдарда зәр тоқтамау ауруы деп атайды, немесе цистит. Ол да мынау қуықтың бұлшық етті қабатының әсіресе зақымдалуынан пайда болады. Неге бұлшық етті қабатының зақымдалуы? Себебі, егер қуықтың бұлшық етті қабаты зақымданса, онда қуықтың жиырылуы да болмайды. Қуық жиырылу арқылы сыртқа зәр шығарады. Қуықтың жиырылуы болмаған кезде, немесе ол уже зәрді ұстай алмайтындай ауруға шалдыққан кезде, сол кезде зәр тоқтамау аурулары пайда болады. Бізде алдыңғы сабақ пилонефрит деген ауруды айтқан едік. Ол ауру бізде қуықта да кездеседі. Өйткені ол зәр шығару мүшелерінікі. Қуықта да патогенді микроорганизмдердің тіршілік етуінен, пайда болуының әсерінен қуықтың бірінші кезекте зақымдалатыны бұлшық еті. Ол өзі қалың бұлшық ет болғандықтан бұлшық еті зақымдалады.
Қуықтың бұлшықеті зақымдалса, қуықтың жиырылуы немесе оның зәрді ұстамау қабілеттері күшейіп кетеді. Жиырылуы төмендеп, зәрді ұстамау қабілеті күшейеді. Жалпы қуық туралы осы мәліметтер жинақталған зәр мынау зәр шығару түтігі арқылы жүзеге асырылады. Зәр шығару жүйелері туралы жалпы мәлімет осымен аяқталды, құрметті оқушылар. Келесі сабақта көріскенше.